Қазақстан шетелден келетін жұмыртқаға тағы да шектеу қойды. Бұл шешім отандық құс фабрикаларын қолдау үшін қабылданып отыр. Мамандардың айтуынша 6 айлық тиым жергілікті өндірушілердің жұмысын жандандыруға көмектеспек. Толығырақ Жадыра Қуанышбек баяндайды. Ішкі нарықта жұмыртқаға сұраныс жыл сайын артып келеді. Соған сәйкес өндіріс көлемі де өскен. Қазір нарықтың 98%-ын өзіміздің құс фермалары жауып отыр. Негізі жұмыртқа импортына өткен жылдың желтоқсанында 1 айға шектеу қойылған еді. Оның мерзімі 11 қаңтарда аяқталды. Енді ауыл шаруашылығы министрлігі бұл тыйымды тағы жарты жылға созып отыр. 6 айға дейін тауық жұмыртқасын Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен импорттауға тыйым салынады. Қазіргі уақытта Қазақстанда 70 құс фабрикасы жұмыс істейді. Оның 34-і жұмыртқа, 29-і ет, 7-і асыл тұқым өндіреді. 2025 жылдың қорытындысы бойынша тауық жұмыртқасының өндірісі 2,4%-ға 4 миллиард 568 миллион 500 мың данаға артқан. Ішкі нарықтағы отандық өндіріс 98%-ды құрайды. Тиісті бұйрықты ауыл шаруашылығы министрлігі қабылдайды. Алматы облысында 13 құс фабрикасы жұмыс істейді. Оның 7-і ет өндіруге бағытталса, 4-і сапалы жұмыртқа өндіруді жолға қойған. Бұл аймақтың азық-түлік қауіпсіздігін нығайтып, ішкі нарықты отандық өніммен қамтуға қосқан елеулі үлесі. Құс фабрикасының басшысы Жеңіс Смайылов шетелдік жұмыртқа импортына шектеу қоюды құп көреді. Мұндай қадам отандық өндірушілердің еңсесін көтереді дейді. 10 жылдықтың ішінде ет пен жұмыртқаны жақсы көтерді Қазақстан. Ол өкіметтің енді қолдауымен ғой. Неше түрлі жаңағы беріп атқан кредиттер бар, басқа да бар, үкіметтің қойған алға программалары бар. 2025-те біз 80 миллион шығардық. Негізі мүмкіндігіміз 180 миллион. Сондықтан біз артық шығарсақ, қазір сата алмай отырмыз. Неге десеңіз, рынокқа сырттан кіріп атқан жұмыртқа өте көп. Шектеу керек нәрсе, мен айтатыным. Қазақстандағы жұмыртқаның өзіндік құнының 75%-і жемге кетеді, ал жем-шөптің көбі сырттан келетіндіктен біздің өндіріс әлемдік бағаға тәуелді. Сондықтан біздің енді осы 25 жыл жүрміз ғой, осы құс шаруашылығында бұның қиыншылығын бәрін көріп келе жатырмыз. Ол ұстау деген оңай емес. Неге десеңіз, біздің сырттан кіретін тауықты да сырттан алып келіп кіргіземіз, балапанын, жұмыртқасын да инкубацияны сырттан алып кіргіземіз. Сонымен қатар жаңағы қоспалар да бар жемге. Витамин дейміз, басқа нелері бар, сосын вакциналарымыз бар, бәрі сырттан кіреді. Біздің баға қымбатталған жоқ әлі. Көтерген де жоқпыз. 3 жыл болды ұстап отырмыз. Ол жағынан да үкімет өте үлкен көмек көрсетіп отыр. Сағатына 120 мың жұмыртқа өндірілеміз. Ол жоғары сорт, орта сорттық және бірінші сорт, екінші сортта бөлінеді ол. Сала-салаға. Сала сертификаты бойынша жұмыс жасаймыз. Сапасы жоғары өте. Шектеу туралы шешім ведомствоаралық комиссияның отырысында қабылданды. Ондағы басты мақсат отандық өндірісті дамыту және азық-түлік қауіпсіздігін сақтау. Мамандардың айтуынша бұл қадам нарықта бәсекені реттеп, алдағы уақытта экспортты көбейтуге жол ашады. Жадыра Қуанышбек, Зәуре Сағындықова, Қонаев медиа.